Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай үйдегі бар қарапайым заттармен жасалатын өте дәмді муравейниктің жасалу жолымен бөлісемін. Құрамы тек 2 заттан жасалып, өте жылдам уақыт аралығында дайын болады. Бұл десертті жасау үшін ең алдымен ұнды осылай етіп ыдысқа саламыз. Маргаринді осылай етіп үккіштен өткізіп, немесе бөлме температурасында тұрса бірден илеуге болады. Достар, менің каналымда көптеген үйдегі қарапайым заттармен жасалатын рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ұн мен майды осылай етіп біріктіріп илеп аламыз. Қамыр міндетті түрде қатты болуы қажет, сол кезде үккіштен тез өткізіледі. Илеп дайын болған қамырды мен осылай бірден үккіштен өткіземін. Қамырды қатылай өтіп илегендіктен тоңазытқышқа қоймай бірден үккіштен өткізе береміз. Пісіруге дайын болған қамырды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Менде осы Любавинка фирмасының қоюлатылған сүті. Бұл қоюлатылған сүт сапасы жақсы және дәмі де өте дәмді. 10-15 минут аралығында осылай қамырымыз пісіп дайын болады. Қолымызбен алып сатып аламыз. Муравейникке кез келген қоюлатылған сүтті қосуға болады. Немесе қоңыр түсті болу үшін осылай етіп қайнатылғанында қосамыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осымен муравейниктер дайын. Формасы әдемі болу үшін мен осылай етіп стаканға салып формасына келтіріп алдым. Түсі бір келкі болғанша араластырып, осылай етіп қалауымызша сәндеп дастарханға ұсынамыз. Достар, алдағы уақытта менің каналыма көптеген рецепттер шығады. Сол рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.